Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев, ақиық ақын. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Дарынды, ақиық, сөз құдіреті, арнаған, толғанып, шығармашылық байланыста, әннің туы, әсер еткен, тәнті болған, нәзік сезім, жырлаған. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Сонымен бірінші тапсырмаға көшейік. Алдымен мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақтың қандай дарынды ақындарын білесіздер? Ақын Мұқағали Мақатаев туралы не білесіздер? Ақынның қандай өлеңдерімен таныссыздар? Ойланып көрейік. Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Екінші тапсырма. Ақиық сөзінің мағынасын түсініп оқиық. Ақиық деген балалар бүркіт тұқымдасына жататын қыран құс. Ақиық Алматы облысының аудандары мекендейді. Тағы да екінші ауыспалы мағынада ол сезімтал, зерек, үлкен, дарын иесі, тау шыңындай биік тұлғалы дегенді білдіреді. Алдарыңыздағы мәтінді оқып түсінейік. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев қазақтың аса дарынды ақиық ақыны. Мақатаев 1931 жылдың 9 ақпанында Алматы облысындағы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Оның балалық шағы Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында өтті. Әкесі Сүлеймен 1941 жылы Калининград майданында қаза тапқан. Әкесі туралы ақын менің анкетам өлеңінде жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге деді. Зерек алғыр Мұқағали 10-11 жасынан өлең жаза бастаған. Мұқағали лирик ақын, адам жанының, табиғат жүрегінің жошысы, өз өскен Алатауын, Қарасазын сөз құдіретіне бөлеген. Туған ауылына, сүйген жарына, аяулы әжесіне, балаларына, достарына жыр арнаған. Мұқағали әжесі тиынның тәрбиесінде өскен. Мені жырға, сөзге үйреткен, халықты сүюге тәрбиелеген әжем дейді. Ақын сөнбейді әжең деген өлеңін әжесіне арнаған. Бірде ақын түс көрді. Түсімде шешем басымна ақ жаулығы бар екен басында. Абай атамыздың қасында қуана басып маған күліп келе жатыр. Оянсан түсім екен. Анам бақытты болады деген толғанып, шеше сен бақыттысың деген өлең жазым дейді. Туған жеріне арнаған қайран Қарасаз май балаларына арналған Майгүлге, Шолпаным, ұлыма, махаббат тақырыбына арналған махаббат диалогы, мен сені сағынғанға және тағы басқа көптеген өлеңдер бар. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінде 100-ден астам ән жазылған. Халық арасында көп орындалатын әндері «Есіңе мені алғайсың», «Күрең көз», «Құттықтай мама туған күніңмен», «Тоқта балам», «Саржайлау», «Дариға домбырамды берші маған» және тағы да басқа әндері. Мұқағали Мақатаев атақты күйші композитор Нұрғиса Тілендиевпен шығармашылық байланыста болған. «Дариға домбырамды берші маған» әннің тууы туралы Тілендиев былай дейді. Бірде Мұқағали әйелім Дариға үшеуміз қыдырып келіп шай ішіп отырғамыз. Мен көңілденіп әйеліме «Дариға домбырамды берші маған» деппін. Бұл сөз Мұқағалиға әсер етіп, әсем жырды төге салды. Маған енді осыған ән жазыңыз аға деп, сөйтіп тамаша ән дүниеге келді дейді. Саржайлау әнінде туу себебі бар. Нұрғиса Тілендиев ақынның аяулы Қарасазға Мұқағалимен бірге демалуға барады. Екеуі
Жайлау төрінде отырады. Жайлау табиғаттың сұлуына тәнті болған композитор неге мына жасыл жайлау туралы ән шырқамасқа? Нағыз Саржайлау дегеніміз мына жатқан Шаркөлдің төсі емес пе дейді. Сол жерде Мұқағали Саржайлауға арнап өлең жазды. Адамның асыл сезімдері мен қазақтың ұлы даласын, көкмұнар тауларын, қара орманын нәзік сезіммен жырлаған ақын 1976 жылы 45 жасында қайтыс болады. Енді мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Мәтінді тағы бір оқып, өлеңнің туу себебін өз сөздерімен жазыңыздар. Тамаша, дұрыс жауап бер деген ойдамын. Олай болса, ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Келесі тапсырмада сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құраңыздар. Жарайсыздар. Олай болса, өздеріңізді тексеріп қойсаңыздар. Алтыншы жазылым тапсырмасында жақша ішіндегі сөздерге тиісті қосымшаны жалғап жазыңыздар. Керемет, өзімізді тексереміз. Келесі тілші ойыны. Біреуіңіз ақын, ал екіншісі тілші болыңыздар. Әндердің туу себебін сұрап, сұхбат құрыңыздар. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Келесі тапсырманы орындайық. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазыңыздар. Жарайсыздар. Тағы да өздеріңізді тексеріп қойыңыздар. Тоғызыншы тапсырмаға келсек, сұрақтарға жауап беріп, диалог құрыңыздар. Тамаша. Ықтимал жауапқа қарап, өздеріңізде сұрақтарыңыздың жауаптарын тексеріңіздер. Өте тамаша. Балалар, есте сақтаңыздар. Мұқағали лирик ақын. Өз өскен алатауын, қарасазын сөз құдіретіне бөлеген. Бұл ақынның өлеңдері ешқашанда өлмейді. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.